Әр адамның өзіңіз білесіз ғой, патология болады. Барлығымызға бүкіл өміріңе жеткілікті ақша берсе, біз қандай әрекет жасайтын едік, қалай ойлайсыз? Қалай болды жалпы? Инфобиз қалай екен? Мен ойлағандай оңай емес. Негізгі мамандығым зергер емес, бірақ мен осы салада 12 жыл болып істеп келе жатқаныма. Бұрын біз базарға сататынбыз. Сол жақта өте төмен бағалайды ғой енді. Бірақ амал жоқ, сатасың. Инстаграмға қойған уақытта маған сол басқа соқта жігіттер күлген болатын да. Кәсіптен басқа енді менде мақсат бар, үй салу деген, сосын үйлену. Негізі айтпасам, надоел болып кетті әңгіме ше. Қашан үйленесің деген. Ассалаумағалейкум, құрметті Тайыр Нұғман YouTube арнасы, соның ішінде себеп салдар подкастының көрермендері құттықтап қойсаңыздар болады. Біз подкастымызға атау бердік. Ұнай ма, ұнамай ма, кері байланыс беріп жазып кетіңіздерші. Бүгін бізде қонақта великий Самат мырза, Самат Живолюкс. Бұл кісі зергерлікпен айналысады біраз жылдар бойы. Сол зергерлік саласында өзгешелік алып келіп жүрген, өзіндік бір қолтаңбасы бар зергер кісі. Бұл кісімен жақсы араласамыз. Одан бөлек бүгін енді керемет подкаст болады. Бұл кісі көптеген айтылмай жүрген өзінің ішіндегі сұрақтарының жауаптарын айтатын болады. Өзінің және қандай бір қиыншылықтары болып жатыр осы зергерлікте, және операционный бизнесте қандай қиыншылықтары бар. Одан бөлек подкастымыздың соңында Самат мырза керемет бір өзінің зергерлік бұйымын берем деп уәде етті. Сол үшін сіздер біздің подкастымызды көріп, лайк басып, дизлайк басып, астына комментарий жазып отырыңыздар. Біз сіздерді де қуантатын боламыз. Сәке, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Қалай жағдайыңыз? Жақсы, что-то бастамаңыз қорқынышты басталды. Сіз енді қазір YouTube'та хит болып жүрсіз, бір банктермен жұмыс істеп жүрсіз бе? Қалай болды? Иә, бағана айтқан Жусан банкпен біріккен YouTube канал бар, есеп шот деген. Сол жақта әртүрлі контент бар ол жақта, и соның ішінде именно бизнес разбор. Әртүрлі саладағы кәсіпкерлер келеді. Ол жақта ол инфобизнес болсын, ол товарный бизнес болсын, әртүрлі. И солардың бизнестерін разбирать етеміз. Жалпы қандай сұрағы бар, несі бар. Солардың сұрақтарына өздері жауап алады, қалай дамыту керек деген сияқты. Жалпы сондай бөлімі бар да. Ол каналдың негізгі мақсаты жаңағы халықтың кішкене болса да бизнеске деген жаңағы өздерінің сұрақтары болады. Кәсіпкер сұрақ қойып отқан кезде көріп отқан көрермендердің ішіндегі өздерінің сұрақтары болады. Соған жауап алу мақсатында, көмектесу мақсатында жасалған сондай проект. Кәсіптің әл-ауқаты қалай өзіңіздің? Данный момент біліп едім деп. Енді данный момент негізі онша емес деп айтса болады. Енді онша емес дегенде Аллаға шүкір, но бұрынғымен салыстырғанда онша емес. Не себеп? Біз всегда енді какой-то бір пикті аламыз ғой. Сол пикпен салыстырамыз да. Жақсы болып кетті, когда сол пиктен асқан кезде, онша емес, когда сол пикқа жете алмай жатқан кезде деген сияқты. Қазір енді кәдімгідей біраз артқа қарай түсіп кеткен не болды? Моменттер бар. Не себеп? Себеп біз бұл туралы сізбен де бір рет сөйлескен болатынбыз. Енді себеп қалай десек болады? Фокустың шашырауы шығар, наверное. Енді бүйтіп қазір сұрақ қойған кезде ойланып отырмын да. Мен бір кездері жұмысқа қатты өзімнің зергерлік салаға қатты берілген кездері болды. Сол кездерде кәдімгідей атқан болатын. Ол жақта ол кезде мен жұмыстың ішіндегі операционкамен де айналысып, барлығын реттеп қойып жүйемен, плюс өзімен де айналысып, параллельно жұмыспен де айналыстым, мен өзімен айналыстым, екеуін параллельно айналысып жүрген уақытта негізі кәдімгідей жақсы деңгейге жеткен болатын. Бір моментте білмеймін енді, мүмкін екеуінде кішкене қойып тастадым ба, кішкене интерестер азайып кетті ма, сондай моменттер болды. Фокустың азаюы деп айтсам болатын шығар. Біз алдыңғы подкастта Болатбек мырзамен осы бір жақсы инсайт алдым мен өзімде. Алдыңғы подкаст көрсеңіздер болады. Болатбек мырза айтады, көптеген адамдар, біреулер айтады, өмірдегі ең қымбат нәрсе уақыт деп. Уақытты бағалау керек, тайм менеджмент деген сияқты жәнегі. Екінші біреулер айтады, энергия деп. Мен сияқты кісілер. Мен состояние, энергия қатты мән беремін. Болатбек мырза айтады, мен фокусқа қатты мән беремін дейді. Фокусымның шашырамауына, өйткені менің фокусым қай жерде болса, уақытым да сол жерде, энергиям да сол жерде дейді. Өзіңіз негізі сұрақтың жауабын жақсы айтып отырсыз, бірақ осы нәрсені өмірде қолдану қиын ба деймін. Жәнегі
подкасттарға түсіп жүргеніңіз сол сіздің кәсібіңізге зиян емес пе? Зияны бар негізі, бірақ мынандай ғой, біз енді адам болғаннан кейін көп нәрсе қалай береміз жаңағыдай. Енді ол подкастқа түсудің де бір шетінен несі, ол танымалдылықты арттыру ғой негізгі түпкі мақсаты. Просто барып жаңағыдай Жусанмен бірге жұмыс жасап кете салу, ол өздігіне өзі шыққан жоқ, ол бір сұрақтан шығады да, қалай істесем болады деген сияқты бір сұрақтар болады. Сол танымалдылықты арттыру мақсатында жасалып жатқан. Бірақ көрдіңіз ба, екінші жақтан оның төлемі бар да негізі. Төлемі жаңағы жұмыстың кішкене түсуі болып жатыр да. Енді ол жақта көп факторлар бар, мысалға плюс жаңағы фокустан бөлек, мүмкін ол да фокусқа байланысты шығар, қазір айтайын жатқаным. Мысалы ключевой сотрудниктердің жұмыстан шығуы. Мүмкін оған да менің кінәм бар шығар. Менің интересім уже азайып кеткен шығар мүмкін. То есть бізде мысалға менде өзіңіз білесіз, ол партнер кеткен. Ол өздігімен басқа кәсіпке кетті, сосын Роб кетті. Енді ол Роб өте мықты Роб болған. Ол Роб шықты жұмыстан, сосын бізде операцион директор болған. Артынан сол шықты. То есть примерно бір 2 ай салып арасынан. Солай мен біреу шыққан уақытта процессті реттеп жатсаң, екінші шығып жатады. Ал ең мысалы топ менеджерлерді, топ нелер, ключевой сотрудниктер, и солар кеткен кезде ол вообще удар болады да, үстінен удар болады. Алдыңғы подкастта және осы сұрақты қойдым. 8 миллиард оборот жасаған екен. Жәнегі қазіргі таңдағы бір жетістіктің құпиясын айтып бере аласыз ба дедім де, қолымыздан жаңағы. Қалай ойлайсыз өзіңіз, неге байланысты деп. Сөз ана кісі жақсы нәрсе айтып қалды. Мен табысымның 80%-ын жұмысшылармен бөлсем деді. Қалған 20%-ын партнер екеуміз бөлеміз деді. Вот бөлуді өмірде жеңілдеткен сәттен бастап менде андай бір өте үлкен рывоктар пайда болды дейді. 1 миллиардтан 2 миллиард, 2 миллиардтан 8 миллиардқа. Как только мен қасымдағы жұмысшылармен өзім командамен бөлсем. Вот осы нәрсе сізде наоборот болып жатқан жоқ па? Қалай ойлайсыз өзіңіздің ойыңызша? Бөлісуден мүмкін, өйткені ана Евгений Черняктың күшті сөзі бар. Мен үнемі айтып жүремін. Сол Марғұлан ағаның несіне барған кезде неде Турцияда айтты да, Анталияда. $100,000 екіге күшті бөлінеді дейді. Бірақ $1,000,000 бөлінбейді дейді. Әркімнің өзінің бір патологы бар да. Мысалы, бір какой-то определенная сумма, екеуміз партнеріміз бөлінгенге жақсы да, командамен де, адамдармен де. Осы этап мүмкін сізде болып жатқан жоқ па? Өйткені мен өзімде осы нәрсе болды. Анау командада 500,000 теңге, 700,000 теңгеге дейін мамандарды мықталам да. Ана суммадан асады ғой. Менде уже андай бір қарсылық пайда болады. Ана адам минус іздеймін анадан таңнан кешке дейін жұмысын бермеудің әрекетін жасайды. Иә, жұмысын ақтамай жатқан сияқты, неғып кешігіп жатыр деген сияқты ше. Кейін өзім миыммен ұстап алдым, тік-так тоқтасай тайыр. Неғып сен ол адамға қадалып алдың? Скорее всего, сен беріп жатқан ақшаны қимай жатқан шығарсың депші. Бір осындай этап болып жатқан жоқ па? Енді жоқ, бізде бөлісуден проблема негізі болмаған. Былай қарап отырсақ, каждый, мысалы, именно жаңағы топ недегілер, бағана айтып жатқан кісілер, олар таза прибыльден пайда алып жатқан негізі. Бір шетінен мен всегда құптамаймын негізі жаңағы әңгімені. Не үшін? Себебі әр адамның өзіңіз білесіз ғой, патологы болады. Ол өзінің нормасынан артық беріп берсең, ол адам ол ақшаны көтере алмай қалады. Көтере алмайғанда қалай? Иә, уже мынандай қызық емес болып қалады. Жұмысқа деген интерес азая бастайды. Адам мысалы бүйтіп ойлап қарасақ, барлығымызға бүкіл өміріңе жеткілікті ақша берсе, біз қандай әрекет жасайтын едік? Қалай ойлайсыз? Біз осы әрекет жасаймыз, жұмыс жасаймыз. Мысалы қазіргі YouTube проекті сіздің жүргізіп жатқаныңыздың өзі енді түбіне келген кезде танымалдықпен ол бір ақшаға келіп тіреледі ғой. Хобби. Определенно, хорошо хобби. Мен қазір бүйтіп ойлап отырмын оны. Кризис среднего возраста деп. Ол жағы оған келемін, қазір айтамын. Мен сөйтіп ойлаймын да, мысалы, қазіргі біздің құлшынып жасап жатқан әрекетіміздің көбісі жасалмай қалатын еді, егер де біздің қалауымыздан артық ақша болатын болса. Бұған келіспеуге де болады, айта салайын. Миллиард деген күшті суммалар ғой, барлығымыз кәсіпкерлердің армандайтын, жетсек деген сияқты. Тем более қазақ аудиториясына күшті өтетін. Сол суммаға психологтармен жұмыс істеп көрдім, проработка жасап. И анау бір айдан кейін сол жәнегі суммаға проработка жасап, көп қой енді психологиялық тұрғыдан. Сол кездегі ойлаңызшы, мен миллиард теңгені ойша табу, пока процесс ойша табу отыр. Ойша тапқандағы бірінші кездескен қарсылық
мен егер миллиард тапсам өмірдің мәнін түсініп өмір қызық емес болып қалады екен. Вот менде сондай бір деген ойыңыз. ой болды да. Уже анда былай айтқанда менің мақсатым арманым миллиард болатын болса, мен жеткеннен кейін уже смысл жоқ ары қарай. Көп адамдар сол этапта қуады ғой. Біреу жаңа мотивациясы құлап депрессияға кетіп қалуы мүмкін, екіншілері жаңағы көптеген жаман әдеттерге кетіп, жаңа нашаға кетіп, арақ ішіп, казиноға барып деген сияқты. Қуып кетуі де мүмкін да, мысалы, бағанағы сұраққа сізге жауап беріп жатқан ғой. Бұл нәрсені қойып жатқан сұрағым сәке, енді бұл әр кәсіпкердің негізі мына біз ақшаға потолокқа тіреліп қалдым деп жатқандағы мен екі себебін таптым. Бірінші себебі мен кәсіпкерлерге айтамын, егер сен қазіргі таңда бір потолокта біраз уақыт тұрған болсаң, значит саған мақсатың мен арманыңды ауыстыру керек. Сенің мақсатың арманың сол сума еді, сен жеттің, уже сенің мақсатың арманың ауыспай жатыр. Көлігің, басқа да бір развлеченияларың деген сияқты. Командаң да оның ішіне кіреді. Екінші нәрсе, біздің бағанағы айтып атқан бір какой-то определенный жетістікке жеткен кезде фокусымыз ауытқи бастайды. Жаңа өзіңіз айтып атқан фокус ауытқиды. Бұл енді сізге осы сұрақты қайтып әдемілеп алып келіп жатырмын сізге ше. Былтырлары сіз инфобизнесте біраз жүрдіңіз. Ментор болдыңыз, коуч болдыңыз. Бір кіріп шықтыңыз. Қалай болды жалпы? Инфобизнес қалай екен? Мен ойлағандай оңай емес. Плюс еще мен мысалға товарный бизнесте жүргеннен кейін инфоға келу бір шетінен қиын болды. Менде әлі қарсылық бар. Негізі менде план бар. Әлі план бар да, мысалға менторствоны тағы да ары қарай жасау план бар. Мысалға өзіңіз білесіз, біз Қуанышымызбен постоянно сөйлесеміз. Осы темаға сөйлескен кезде ол ұрсады да маған. Қалай дейді да, то есть бағанағы нормаға келеді қазір әңгіме. Мысалға, енді былай сырттан қарайтын болсақ, айына примерно саған 10 миллион түсіп тұрған бизнесті алып жауып тастау мысалы нормальный нәрсе ма негізі? Былай логикаға салсаң нормальный нәрсе емес қой негізі ол. Бірақ мен сөйтіп жауып тастағанмын ғой. Менторство жасап жүрген кезде, хотя мысалға ешқандай жаман отзыв келген жоқ. Прям жақсы результаттар болды. Менторствоға келген жігіттердің барлығы өздерінің қалауларын, обороттарын барлығына жетті, қалауларына жетті. Соның өзінен мен короче оны ары қарай жасамаймын. Не үшін жасамаймын деген сұраққа әдем жауабым бар да ше менің. Ой, ол деген энергозатратына бірдеңке. Хотя мен мысалға сол кезде мен бүйтетін, күніне бір адаммен кездесіп сөйлесуім мен шаршап қаламын дейтін ше. Ол просто қаламағаннан кейін сондай вариант тауып аласың. Қазір мен мысалға ютубта разбор жасап жүріп қой. Ода мысалға бір уақытты сразу 2 разбор жасаймыз да. Бір кісімен разбор кетеді, все, бітеді, жарты сағат демаласың, екінші адаммен. И сол 2 күн 3 күн қатарынан съемка болуы мүмкін. Сөйтіп кейін ойланамын да, мен сонда не істеп жүрмін деген сияқты ше. Мен вообще не істеп жүрмін вообще. То есть адам қаламаса тауып деген вариант. Жаңағыдай анау мынау деген сияқты. И оңай деп айта алмаймын. Себебі әрқашан сен Инстаграмда на виду жүру керексің, халықтың алдында жүру керексің, постоянно трансляция болу керек, сенің жасап жатқан жұмыстарың қызықты болу керек. Жай жасап жатқан жұмысың өзін әдемі қылып жеткізе алу, әдемілеп, көркем қылып жеткізе алу, оның өзі бір өнер да. Мен мысалы қасымда көмекші болды ғой. Мен андай спокойно жүре беремін ғой. Айтады да, осы уақытта мысалы қандай қызықтар болды, айтып беріңізші, соны бөліссеңізші дейді. Мен айттым, менде ешқандай қызық болған жоқ. Не істедім? 2 ай өтті, 2 айда бүйтіп ойланып қарадым, ештеңе істеген жоқпын деймін. Қалай ештеңе істеген жоқсыз? Ананы істедің ғой дейді. Мен соны істеген екенмін, ананы істедім, соны. Сондай мықты бір кісі болмаса, қасыңда ол қиын екен негізі. Инфобизнес негізі детальдарға мән беретін бизнес қой. Әлеуметтік желінің өзінде. Іштім, жедім, бүгін Саматпен кездестім, кофе алдым Starbucks'тан, самал судыңна наклейка сауысыпты деген сияқты нәрселерге трансляция жасалып отыру керек. Өте опасно одан кейін дұрыс трансляция жасамаса, ол да өте опасно. Оның екі жақ, любой нәрсенің екі ұшы бар ғой. Бұл жердегі бір ғана нәрсе, маған жол өзім осы мысалы қазір мен Instagram бойынша 100 000 подписчик жасаймын деп 3 айлық челлендж жасап жатырмын. Ол жерде 100 000 подписчик жасау, және енді негізгі мақсат осы әлеуметтік желіні сәл бір тағы да үйрену. Өзіме ұстаздар алдым, түрлі Instagram жүргізу, әдемі жүргізу, бір 2-3 адам. И бір күшті нәрсе айтты да, Тайырмырза, мен сізге айтайыншы дейді. Сіз как будто дейді, офисіңізде қонатын адам, офисте өмір сүретін адам сияқтысың дейді. Ассалаумағалейкум, халқым қалайсыздар деп басталады дейді сізге таңда дейді. И бүгін өте көп жиналыс болды, өте көп кездесулер. Ортасында бір-екі кездесу салыстырып, қайырлы кеш деп бітіресің дейді офисте.
болды ертең обратно сол ассалаумағалейкум деп офиста бастайсың дейді да. Ойлашы, сізде басқа өмір жоқ сияқты дейді да. Сен машинаң жоқ па, машина бензин құймайсың ба деген сияқты бір детальдарды берсеңізші дейді да жаңағындай. Вот осы нәрсеге. Негізі жаңағы сұрақтарға тағы бір қосымша айтсаңшы. Негізі көбінесе мойындауға келіп тіреледі деген да. Мен мысалға өзім осы уақытқа дейін қатты әлі күнге шейін менде қарсылық бар. Әлі күнге шейін до конца инфобизнесті мойындау деген бір как-то бір жеңіл қараймын да негізі. Ой, так себе ғой деген сияқты. Хотя мен уже бір рет кіріп қиындығын көрдім. Соның өзінде мойындау қиын да. Мен мысалы қазіргі жұмыстың бұрынғы обороттан түсіп кетуі, и мен соны қазіргі көп адам біле бермейді оны негізі. Мен барлығын күшті қылып көрсете беремін да, мысалы, күшті деген сияқты. Или Инстаграмнан жоғалып кетемін десеңші. Или жоғалып кетесің. Не үшін жоғалып кетемін? Потому что көрсетейін десең, мына жағың онша емес болып жатыр да. Көрсетпейін десең, тағы сондай, короче, ортада. И бұл жерде де мойындау да. Мен қазір өз-өзіме, то есть ол ладно еще Инстаграмда мойындау, ладно біреуге келіп мойындау, оның барлығы жеңіл. Айта салу оңай да. Вот өз-өзіңе мойындау жаман қиын ғой, жаман қиын. Күнде осы оймен мойындасашы деймін да өз-өзіме ше. Мойындасашы, ну, что-то не деген сияқты. Мойындау керек та оны. Ойлаймын бір шетінен, екінші жақтан, короче, мен нормально қыламын, болып барлығын күшті қыламын деймін да. Бірақ мойындамағаннан кейін жұмысқа даже барғың келмейді ғой. Жұмысқа барғың келмейді, түк тұрасына бас жағара бұрылып кетесің, бірдеңке қыласың, әйтеуір бір кездесу тауып аласың сырттан, сондай бірдеңке болады. Лишь бір жұмысқа бармаудың амалын жасайсың. Не үшін? Потому что жұмыста сен қалағандай результат болып жатқан жоқ. Көргің келмейді жоғын ше. Оның барлығы сол түбінде мойындауға келіп тіреледі да. Мойындағаннан кейін екінші, сен ақыры мысалға уровень төмен түсті ма, сен төмен түсіп сол уровеньді қайтадан көтеру керексің ғой. А мен жоғарыда тұрып алғанда мен никак түскім келмейді сол. То есть бұрынғы позицияны ұстап алған ба айтқанда ше. А қазір уже ары қарай дальше ұстаған сайын ол бір өтірік позицияға айналып келе жатыр да. Өйткені болды ғой, ішің уже пустовать етіп келе жатыр. Сен анау сыртқы масканы киіп алғансың, өтірік позицияда тұрып алғансың. И, короче, ананы қиын да негізі. Барлығы, о, мынау жақсы оборот жасайды деп, мысалы, жаңа сізді таныстырдыңыз, сол кездің өзіне мен кілт ете қалды да ше. И барлығы солай таниды, танығанын қалаймын. Но бірақ на самом деле олай болмай жатқан кезде вот ең қиын күресу сол да. И сен мойындамаған сайын арасы ажырай береді, үлкейе береді да. Бұл бір шетінен него деп ойлаймын, одан кейін мысалы мынау игромандарды алсаң да, қазіргі таңда бір шу отқан лутоманияны да алсаң да, мысалы мен өзім таныстарым, бауырларым көп қой, ставка деген, неше түрлі бірдеме бет дегендерге кетті. Олар өздерін мен игрокпын, мен ақша сап жатырмын, ұтылып жатырмын деп ойламайды. Иә, жұмыс жасап жатырмын деп ойлайды олар ше. Мысалға любой жаңа наркомания болсын, алқаштар болсын, олар тек қана мойындаған кезде оларда өзгеріс пайда болады өмірінде. И кәсіпкерлікте де сол ғой бізде. Біз как только мойындаймыз, енді оған бір решение іздейміз. Емдеу керек. Қай жерде? Отдел продаж қылып жатыр ма? Маркетинг сылап отыр ма? Немесе жаман қиындау. Иә, ең ана мықты болсаң өзіңді жең деп ата бабамыз бекер айтып кетпеген ғой. Жевелюкс. Қанша өнім шығарады Қазақстанда? Айына ма или өнім түрі ма? Өнім түрі. Өнім түрі енді бір 70-ге жуық қой. 70-ге жуық, иә. Бұл негізгі 90% күміс қой сіздерде. 90%, иә, 90%. Бір ішінде бір 10% алтындар бар, иә, түрлі нәрселерге. Заказ болса. Заказдарға байланысты. Кстати, мен мақтан қойын. Қолыңыздан көрсетіңізші. Бірінші мен алдым ғой, иә? Қай камера, ана камера ма? Иә, мына көз алдыңызда. Мынау сіздікі бірақ жылқы қойдым, иә? Иә, сіздікі қасқыр болған. Мен осындай күміс сәкең мен жаспен бүгін тақпай келдім, бұл кісі тақып келетінін білдім де. Негізі неге подкасттарға тағып жүретін, күмістен жасаған, басында бөрісі бар. Заказ берсеңіздер болады, мынандай зат күшті. 70 өнімнің ішінде хит товар қандай зат? Енді өнімдер көп емес қой негізі. То есть ол білезіктің түрлері. Сосын сырғаның түрлері, алқаның түрлері деген сияқты. Оның ішінде ең хит болатыны білезіктің бір 3-4 түрі бар. 3-4 түрлі білезік бар. Сосын тұмар бар. И осындай браслеттер бар. Бұндай емес, бірақ осыған ұқсайды, бірақ женский варианттағы, жемшікпен деген сияқты. Мынау қазір енді 80 мың деп жатырмыз. Бірақ ол пока что болып тұр. Себебі әлі разгон жасалған жоқ та. Енді разгон жасалады, одан кейін өз бағасына келеді. Пока что 80 мың. Сатылып жатқан бағасы, иә? Мен көптеген енді зергер достарым бар ғой. Көбі қияли болып келеді да. Анау бір негізі зергер адамдардың, суретшілер сияқты бір әлемде творчествоның адамдар ғой. Сіз бірақ оларға кішкене келмейді түріңше. Қалай сонда?
или сіз зергер емессіз бе? Менде осы сұрақ болған негізі баяғыда. Мен енді зергер емес болғанда, негізгі мамандығым зергер емес, бірақ мен бірінші жасаған жұмысым осы зергерлік та. Мен осы салада 12 жыл осы істеп келе жатқаныма. Бірақ мен андай түбіне бүйтіп кірген емеспін. Бір деңгейде не істей аламын, соны істеп кете беремін да. Кстати, осы қазір істеуге байланысты тағы да айтып берейін. И жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап. Менде бір кездері сұрақ болған өз-өзіме. Мен зергерлікті до конца алып кетем ба? Немесе бизнесмен, зергерлік компаниясы бизнесмен болам ба деп. Осы сұрақ болған кезде бір кісімен отырып сөйлестік. Сөйтіп тұрады, ол кісі айтады, любой, короче, екі цифр айтады да, 7-13, короче, біреуін таңдашы дейді. Соны тұрамын да, 7 деймін. Екеуінің астында екі түрлі вариант бар дейді, 7 деймін да. Сөйтсем, онда жаңа бизнесмен болу дейді да, зергерлік компаниясы бизнесмен болу варианты саған түсті дейді. И бетіме қарап тұрады, мен отырмын, короче, ана бетіме қарап тұрды да, қандай сезім болды ішіңде дейді да. Мен айтамын да, қуанышты деймін да. Айтады, андай бір сезім болған жоқ па дейді, блин, анау болса жақсы болар еді деген сияқты болған жоқ па дейді. Жоқ, болған жоқ десем. Осы ғой сенің, короче, направлениең болды дейді да. Білмеймін, сол кісінің сөзі болды ма, басқа ма, енді өзіме оны подтверждение болды ма деген сияқты. Сөйтем дағыны мен зергерлерді аламын. Сөйтем дағыны менің жұмысым зергерлік компанияны дамыту болып, сол направлениеге қатты кетіп қаламын да. Короче, зергерлерді зергер кәсіпкерім дейсіз ғой? Иә. Более кәсіпкерсіз ғой? Негізі жаңағы айтқан көп нәрсені түбіне түсіп жасай алмауымның өзі маған бір жақсы бір жол берген да. Не үшін? Себебі ең басында мен өзім істеп жүрген кезде, енді біз бір балдармен партнер болдық, соң ол кісілер кетті да, мен цехты өзім полный алып қалдым. Соқта істеп жүрген кезде мен көп заттарды жақсы вариантта жасай алмайтын, себебі мен зергер болмағаннан кейін көрген нәрсені ғана жасай аламын да, новый нәрсені шығару маған өте қиын болатын да. И мен оңай заттарды жасайтын, оңай тез жасалатындар. Қарайын басқа конкурентный кісілер, басқа жасап жатқандар. Олар прям әрқашанда бірдеңе улучшать етеді, күшті қылады, басқа қылады. Мен өзім зергер емеспін, плюс еще мен командам зергер емес. Ешқайсы зергер емес. Анау мысалға біреуіне полировкасын біледі, біреуіне кесуін біледі, пайкасын біледі. Сөйтіп әйтеуір құралған адамдар болдық та. Сосын именной кулон жасалып көрдім, қарадым, бір кісілер жасап жатыр екен, Инстаграмнан қарадым. Сонымен, короче, анан аламдағыны жасап бастаймын, қараймын. Мен мысалға бұрын біз базарға сататынбыз. Базарға сататынбыз, ол жақта өте төмен бағалайды ғой енді. Бірақ амал жоқ, сатасың. Біздің бар миыңдағы нең, короче, воронка жер. Чисто, бірақ қана жер болды. Бар воронкаң сол да. Сөйтіп жүрген уақытта жаңа Инстаграмды көрейін дедім, потому что уже базарда басқа жігіттер неше түрлі мықты заттар әкеліп тастаған да. Мен ол жаққа уже конкурент бола алмай қалдым. Мен затым уже өтпей бастады да. Сол амал жоқ, уже басқа вариант іздей бастадым да. Инстаграмға қойған уақытта маған сол басқа соқта жігіттер күлген болатын да. Ой, сен деген болмайтын нәрсемен айналып жүрсің анау мынау деп. Менде басқа амал жоқ. Амал жоқ. Сөйтем дағыны салам. И бір күні қараймын, жай уже интерес кете бастады. Инстаграмда интерес кете бастады. Ох, деп ойланып қалдым да, көбірек сала бастадым уже. Сосын ана айграм, тулиграм деген продвижение варианттар бар. Отписка жасау ше. Бұрынғы кездер таргет жоқ ол кезде. Даже ол кездерде дайректке сообщение жазу жоқ еді. Сурет жіберу жоқ, дайректке сообщение жазу керек. Сөйтіп жүрген уақытта уже соқтан атып кетті да. И кейін жаңағы күлген жігіттердің барлығы бір қарасам, жаңағы именной клондарды өздерінің парақшаларына салып қойған ғой. Неде жаңа айтып жатырмын ғой. Мынау қазіргі таңдағы өзіңіздің істеп жатқан ісіңіз сүйікті салаңыз ба? Осындай бір сұрақпен ойландыңыз ба? Жалпы сүйікті сала деген, сүйікті кәсіп деген тақырыпқа қалай қарайсыз өзіңіз? Маған көп қояды да дайректте. Тайырымызда сүйікті салам таппай жүрмін, тайырымызда сүйікті салам қалай тапсам болады деген сияқты. Сізге сұрақ. Енді мен сүйікті салам деп айта аламын. Не үшін? Себебі мен жаңа айтып отырмын ғой, біраз қиындықтар болды ғой, қиын моменттер болған кезде, мен шынымен де тастап кеттім деген кездер көп болған негізі. Прям істегім келмейді уже ше. Уже андай осы жерден қоя салайын деп, потому что андай басқа бір не көрмейсің ғой, выход көрмейсің ғой. Басқа выход көрмейсің. Шаршап кеткенсің уже, істегің келмейді. Сондай моменттер болды да. Сондай моменттер болған кезде мен тастап кеткім келген кездер өте көп болған менде. Өте көп демей-ақ қойын, 5-6 рет болды. Біреуге көп, біреуге аз. Сондай болды да. 2 жылда бір келіп тұрады екен. 12 жылға 5-6 рет келетін болса. Сондай кездер болды, сол кездерде тастап кетпей, ары қарай жалғастырдым. Плюс еще мен өзім жасап отырған кезде мен кайф аламын. Барлығын ұмытып, чисто сол процесске кіріп, мен соқта кайф етіп, істеп отыра беремін да. Андай ақшаға емес, чисто
заттың әдемі шығуына жұмыс жасаймын да. Сол кездерде мен ойланамын да, қараймын да, осы ғой мен сүйікті салам деген. И жаңағы мүмкін мысалы көрермендерге сүйікті салам таппай жүрмін деген кісілерге сүйікті сала қандай болу керек қой? Қандай болу керек? Сен істеген кезде шаршамайтын, әр соңындағы соңғы өнімді сіз шығарған өнімнен кайф алу, рахаттану, ең соңғы шыққан өнімнен. Ол 10 теңге тұра ма, ол 1000 теңге тұра ма, миллион тұра ма, осаған бәрібір, тек қана өнімнен кайф аласың да, рахаттанасың. Сол шығар, наверное, сүйікті саласы. Жаңа айттым ғой, кризис среднего возраста деп ше. 35-ке жақындап қалған кезде өз адамдарда ауытқашылық пайда болады екен. Мен сол ойлаймын, ютубты негізі подкаст бастағанымда сол шығар деп ше. Бір өзгешелік қарайсың өмірде, бір адамдар сені көрсе екен деген сияқты ма, білмеймін, бір өзім сонда ойладым, қазір таңда кешеде. Неге 35-те? Сізде 35-те болғаннан кейін бе? Жоқ, өзі сондай екен. Біраз кісілерден сұрап келіп, сізге айтып жатырмын ғой. Кәсіпке жаңа айтып жатқан құлдыраулардың келіп жатқаны, осы жалпы жәнегі Джевелюкс компаниясына барымды беріп қойдым деп ойламайсыз ба? Уақыттың барлығын ба? Жоқ, максимум осы кәсіпке мысалы менің қолымнан менде кезінде болды бауырсақпен айналысқан кезде. Уже қараймын, бауырсаққа бұрынғыдай махаббат жоқ. Қараймын, бұрынғыдай айналысым келмейді. Мысалы мен өзім қолмен түні бойы 30-40-100 келі бауырсақ илей беретін. Тестамесім жоқ кезде өзім турай берем. Анау енді бар ғой, мен сізге айтайын. Адам баласына анау өзбектердің бір мақалы бар ғой. Біреуді қарғаған кезде тамсал деп қарғайды екен де өзбектер. Сол сияқты мен егер біреуге жамандық тілесең, бауырсақ тура деп айтатын едім. Ши бауырсақ та ойлашы, 30 келі бауырсақ деген ол нереальный, анау бітпейтін период қой жәнегіндей. Бір күн уақытың өтуі мүмкін де соны айналысуға. Сол сияқты мен қараймын, уже әрбір нәрсе, жұмысшылар, жәнегі бизнес процесстар, магнумдар мен келісім шарттар, әр нәрсе уже мені бір напрягать етіп бастады. Сол кезде мен тоқтаттым да. Сол сияқты бір, сол кейін түсіндім мен, мен бұл осы бауырсақ бизнесіне тайырда бардың барлығын беріп қойыппын да уже. Маған, скорее всего, оны улучшать ету үшін, жаңа бір деңгейге шығару үшін маған екінші бір адам керек болды. Үшінші бір адам керек болды. Тайырдың өсуі керек болды да. Тайыр өсу үшін одан кету керек болды. Сіз ондай емес деп жатқан ба? Мүмкін, енді білмеймін мен ол жақтарын, мүмкін, бірақ мен шыны керек, мен мүмкін көп беріп қойғаннан кейін де мен қимаймын. Мысалға ше. Себебі былай ойлап қарайтын болсақ, нарықта ойлап қарайтын болсақ, бүгін ертең тоқтап қалатын сала емес қой зергерлік деген. Ол баяғыда атам заманда келе жатқан дәстүріміз бар, оның ішінде басқасы бар. Біз тем более мысалы қазақилықты ішіне қосып жасаймыз. Әрбір қазақи бұйымның өзінің бір терең мағынасы бар, тәрбиелік мағынасы бар деген сияқты. Соның бәрін ойлап қарайтын болсақ, бұл бүгін ертең тоқтап қалатын сала емес. Плюс еще мен өзім жақсы көретін сала болғандықтан, пока что ондай бір не келмейді енді. Мүмкін көп берген шығармын, бірақ көп барымды беріп қойсам да жалко емес қой айтқанда. Жоқ. Мәселе жалко жағында айтып жатқан жоқ. Мен өзім бауырсақтың және партнеріма беріп кейін кетіп жатқан өзінде қимастық болды. Бірінші. Екінші қорқыныш болды. Ол саған тұрақты ақша келіп тұрған сала. Қазір қайда барам, не істеймін, немен айналысам деген сияқты нәрсе. Просто андай, мен өзімдегі бар затты болды, мен ол максимумнан артық көтере алмайтынын түсіндім да. Түсіндіңіз, бұл саланың өзінің бірінші табиғаты бар, бауырсақ, өндіріс, ұлттық тағам деген сияқты нәрсе. Екінші, тайырдың максимумы бар да. Екеуінің максимум ұштасқан жері сол болды. Басқа бір әйгерім, мысалға, сол кездегі менің Asata Foods компаниямнан 10 есе көп оборот жасап атты. Тура сол салада деймін да, мысалға. Мүмкін, енді түсіндім негізі ойыңызды, бірақ пока ондай бір неге ойланбаппыз. Мүмкін ол да шешім шығар. Мүмкін. Бірақ біз ең қызығы көп нәрселерді кейін барып түсінеміз ғой. Бұрын осылай жасау керек еді деген сияқты ше. 2022-де бір кішкене цифр жайлы айта аламыз ба? Джевелюкс компаниясы. Былтырғы ма? Иә. Бір жылдық оборот. Былтырғын өлтіріп айтып бере аламын қазір. Бір жылдық оборот қанша болды? Енді былтыр бір жылдың соңында санадық қой, біз 730 миллион болды ғой. Бір жылда. Почти лярдқа жетіп қалыпсыздар. Почти. Бір жаман жері де сол бірақ. Қазір сонымен салыстыра бересің да. Сонымен салыстырасың да өзің неғыттан, әбден андай
нетіп тастайсың ғой. Вот дым істемей жатырмын деген сияқты ше. Хотя шынымен де қазір дым істеп жатқан жоқпыз негізі. Бір айда рекорд қанша болды? 90 миллион болған. 90 миллион. Иә. Енді мысалы жаңағы 730 миллион ол бір жылдық қой жалпы. Түскені бар, көтерілгені бар. Но ең жақсы жасаған біз ол жақта мысалға банковский нелердің барлығын алып тастаймыз ғой. Комиссиялардың барлығын алып тастаймыз да, таза короче бізге түскен обороттан есептейміз. Көп компанияларда кейін қарайтын болсам, общий сумманы есептей береді екен. А общий қанша? Енді ол жақта плюс 22% қой. 730-дан ба? Жоқ, жаңағы потолок деп жатырмын да мен. Ең 90 миллион болатын болса, плюс 22%, потому что 22% ювелирный компанияға банк несін алатын. 18-20 миллион. Сонда 110 миллион ба? Примерно, иә. Сондай болған. А неге ол 110 миллионды айтпайсыз? Ол сізге түскен ақша ғой? Білмеймін. Мен сразу оны алып барып есептеймін да, потому что ол банкқа кететін ақша ғой деп ше, бізге вообще қатысы жоқ. Енді ол инфобизнесте да көп болды ғой мысалға. Вебинар жасаймыз, басқа нәрсе жасаймыз. 100 миллион с лишним болған онда. 100-ден асқансыз ғой? 100-ден асқан. Дұрыс па? Иә. 100-ден асқанда қандай бір сезім болды? 100 миллион тапқан Саматпен бөлсеңші, енді мына уақыт өткеннен кейін по-любому бір қуаныш сезімдер болған шығар, қандай бір эмоциялар болды? Ол ше негізі бүйтіп айтатын кезде шықпайды негізі бар ғой. Кей кездерде бір өзім отырамын, ойланамын ғой. Сол кезде кілт ете қалады да. 100 миллион деген, ёлки-палки, 100 миллион деген нормальный ақша болды деп ше. Нормальный оборот қой ол. Мә ойланамын. Кәдімгідей жасаппыз ғой біз кезінде. Кәдімгідей бір ана өзімді сол кезде бір мақтап аламын да. Бірақ бүйтіп бөлісетін кезде айта алмаймын мен соны, білмеймін неге екенін. Бірақ сезім күшті. Қандай болды енді? Айтыңызшы, ана әлемді билеген Зұлхайнар болып кеткен жоқсыз ба? Бүкіл нәрсе. Ондай болған жоқ. Менде андай болатын. Мысалға кезінде бұл сумманы даже арманның өзіне кіргізе алмайтын едік қой дегенше. Даже мысалы армандау теген ғой. Біз қазір мына жерде тұрып, мысалға миллиард оборотын болсын деген нәрсені де армандамаймыз ғой негізінде. Сондай сияқты. Мысалы миллиард армандамай жүресің, бір күні 10 миллиард жасап кетесің деген сияқты ғой. Сондай сияқты болғанда ол 100 миллион мен үшін ше. Мен мысалға 40-50 миллион деген кезінде мүмкін армандарым примерно соның деңгейінде болған. 100 миллион жасаған кезде даже мен мысалға арманымның тегін армандағаның өзінің шегіне шығып кеткен сумма болды ғой деген сияқты. Өзіме бір мақтап қоямын. Армандағы көлігіңіз қандай болды? Крузак деп па? Білмеймін ғой. Мен арманды айтып жатсыз ғой. Қазақтардың бәрі сондай ма? Қазақтарда ма или сондай ғой, бірін-біріне жығады мысалға. Сіз мен кішкентай болған уақытта бір үлкен кісі мысалға айтады деген сияқты. Ой, крузак күшті машина деген. Ана алып аласың да өзіңе. Шынымен де крузак күшті машина ма не деген сияқты. Сосын қарайсың, көресің, біреу ана жақ күшті қылып айдап барады, басқа қылып. Так же хочу дейсің ғой. Ол мен де осыны аламын деген сияқты. Сондай бір қиял болған, бірақ кейін что-то ұнамай қалды маған. Бір дос баланың алдында бір рет бір 570-ін өзің көлігіме ауысып айдап көрдім де 2 күнге. Вообще ұнаған жоқ. Дөңкиіп аударылып кетейін деп жүреді да, лучше андай седанмен спокойно жүре берген жақсы екен. Қалада ауыр негізі. Джип айдап жүр. Мен мысалы шынымен джиптің өзінің негізгі жолы бар ғой, внедорожник. Ана қалада джип айдайтын адамдарға кәдімгі тамсанамын мен, шаршамайтын, соны айдап жүретін. Қазіргі таңда мақсат қандай? Қазіргі таңда енді бір үлкен мақсат деп айтпай-ақ қояйын. Жұмысқа келетін болсақ, любым способым оборот көтеру. Қазір барлық нәрсені қазір қолдануға, прям бел будым деп айтпай-ақ қояйыншы, әлі былжырап жүрмін негізі. Мойындашы. Әлі былжырап жүрмін. То есть план бар. План қандай. Енді ойлаймын ғой, мысалға, менде оборот түсіп кетті. Сразу ойланам, так, оборот не үшін түсті? И варианттардың бірі мүмкін біздің товарлар уже нарыққа толып кетті. Біз қанша уақыт жасап жатырмыз, біздің өзіміз жасап жатырмыз, басқа компаниялар, басқа бар, бәрі сол бір типтағы изделиелер жасап кетті да. Өйтіп мүмкін нарық толып кеткен шығар деген оймен полный бұйымдарды обновление жасау, жаңарту, кішкене басқа стильде шығару. Яғни мен қазіргі қалап жатқан нәрсе қазақилықты современный стильмен әдемілеп тұрып жеткізу. Себебі былай қарайтын болсақ, каждый қыз бала бір әшекей тағады. Әшекей бұйым тағады ғой, тағады. Енді оның ішінде, значит, біздің подходымыз дұрыс болмай жатқан шығар деген оймен, современный подходпен алып келейік деген сондай немен полный обновление жасау. Негізгі не.
Екінші, негізі көп жерлерде вообще бұны айтқан емеспін. Менің қалауым бар. Осы зергерлік бұйымдармен өзімнің жеке коллекцияларымды шығару. Сол үшін де мен өзім әдемілеп стол қойдым, басқа қойдым. Офисный стол бар, қасында ювелирный стол бар. Әдейі солай істеп қойдым. Не үшін? Себебі жұмысқа келем, мына жақта да жұмыс жасай бересің, бұрыласында зергерлік бұйымдар жасай бересің деген сияқты. Солай істеп қойдым. Оның өзі мысалға нормально шығынға шықты да. Бірақ сол қалауым сондай болғаннан кейін соған алып келе жатырмын. Жеке өзімнің коллекцияларымды жасау деген. Сумма айта аламыз ба? Цель. Айлық. Жеткім келетін сумма ма? Жылдық немесе. Шыны керек оған даже қоймаппын да. Мен осы кезде расслабление жасау, успокоить ету деген нәрсе енді түсініп жатырмын бар ғой. Мен қазір қуанышымыз айтпақшы, ұйқының амбассадоры болып келатырмын, жай. Андай ұйықтай бергім келеді, жата бергім ештеңе істегім келмейді, сондайға келе жатырмын ше. Түсініп тұрмын да, мен қайға бара жатқанымды түсінемін да, бірақ қайтадан келген кезде өзіңді андай қамшылау өте қиын ғой, жаман қиын. Байқасаңыз, мысалға, бұрынғы ортамен де көп что-то араласу деген кішкене аздап бара жатыр менде ше. Ол да дұрыс емес екенін түсініп отырмын да. Оның барлығы менің басымдағы проблема ғой негізінде. То есть білмеймін, енді баяғы планканы алып алдым дағы, мен соған жетпей жатыр, мен әлі сондай мықты емеспін деген өз-өзіме қойбаған баға болып отыр барлығы. Сырттың адамы келіп маған айтпайды ғой, сен деген онша емессің деген сияқты. Ол менің өзімнің басымдағы таракандарым да. Мен түсініп жатырмын негізі, бірақ күресу қиын болып жатыр. Бұл енді мен ойлаймын, депрессияның, мысалы мен өзіме көп нәрселер чек-лист қойғанмын. Мысалы менің өмірімде депрессияның алғы шарттары, мен жалғыз қалғым келеді. Мен үйден шыққым келмейді. Екеуі де бар. Мен көп ұйықтаймын. Үшіншісі бар. Көңіл күйім көбінесе түседі. Ойнамалы, қатты ойнамалы болып тұрады да. Мен осындай кезде наоборот қарсы әрекет жасаймын. Мысалы айтайық, менің өмірімде мен депрессиядан алып шығатын адамдардың списогі бар. Мына кісімен кездесемін. Олар маған көбінесе энергия беретін адамдар. Ол кісілер менімен сөйлесе алатын, мен олармен сөйлесе алатын. Мен құпиямен бөліспеуім мүмкін. Просто на расслабоне, на чили сөйлесіп кете бересің ғой, және дейші. Вот осыған қарсы жасайтын әрекет. Нені айтайықшы? Состояниеңізға қаншақты мән бересіз? Вот когда барлығы жақсы кезде мен жақсы мән бергем негізі. Жақсы мән бергем. Қазіргі уақытта өзіме деген мүмкін вообще даже не қоймай жүрмін ше. Өзіме назар вообще салып жүрген жоқпын. Ойын барлығы жаңағындай болып кетті да, так оборот қалай көтерем. Яғни сен ойлаған сайын миың аши береді, сондай нелер көп. И плюс еще жаңағы бағанағы нәрселер көп әсер етеді. Сырт көзге күліп қойып қарап жүре бересің. Күліп қойған адамды өзі, молодец адам дейсің ғой. Бірақ қарайтын болсақ, ол сырт көзге ғана негізі, сырттың адамына ғана сен молодец болып көрінеді екенсің да. Іштен жылап жатсың дейсің. Ол қиын екен негізі. Сонда сен күліп жүруің тек қана сыртқа ғана пайдасы бар да, өзіңе вообще пайдасы жоқ. Себебі андай күлесің, барлығы сен молодец дейді, сен молодец деген позициядан түскің келмейді, сөзін дағы ана ішіндегі мойындай алмайсың. Негізі андай отырып мұңын айта алатын адам да негізі жақсы екен ғой негізі. Мойындай алмайды, мойындамағаннан кейін күлкі негізі көбінесе андай защитный инстинкт қой негізі. Күліп қоя салады да, что там қалай отыр, нормально бәрі деп қоя салады да. Бірақ ішінде ол қайнап жатады. Бір жаңалық ашты мен жақында, сізбен бөлісейін. Білмеймін, бұл мен психологтар басқалар келісемін, келіспеймін. Бір массажда жатқан кезде анау аяғым ауырады да. Точкаларында нені басады ғой жаңа әртүрлінен. Сол кезде менің ауырғаннан күліп жатырмын ғой, қытығым келіп жатыр. Мен сол кезде түсіндім, оказывается, қытық келу мен ауру екеуі бір эмоция екен. Просто екі түрлі отражаться етеді ғой. Көрсеткің келмейді ауырғанын, содан кейін күле саласың. Иә. Түсіндіңіз ғой? Сол дік ете қалды маған өте үлкен инсайт болды. Қытығым келіп жатыр дейміз ғой, негізі ауырып жатыр деп айтсақ та болады. Мойындамайсың ба? Иә. Осы нәрсені мысалы ол физический боль болуы мүмкін, ол жаңағындай неге боль болуы мүмкін да, состояниеға мысалға, ол барлығы бір боль ғой негізі, бірақ күліп қоя салу ол да всегда дұрыс емес екен негізі. Мойындай алудың өзі ерлік деп айтады ғой негізі. Тағы бір бағанағы айтып жатқан миллиардқа қатысты жаңа проработка тағы бір нәрсе айтып, екінші нәрсе айтып келдім, соны айтайын. Екінші нәрсе болды, мен үшін тайыр, егер таңнан кешке дейін жұмыс істеп жүрсе, таңнан кешке дейін бос емес, шаршап, шалдығып жүрсе, красавчик екен да. Ал тайыр ештеңе істемей қалса, значит тайыр сорлы да, тайыр жаман. Ол да бір қоғамның пікірі. Өз-өзіңізге беретін баға.
жаңағы миллиардқа жеткен кездегі және эмоциялар ғой, проработка жасаған кезде осы екі эмоция шықты да. Маған біріншісі өмірдің мәні кетіп қалады, екіншісі мен іштен миллиард түсіп жатыр, бір ай түсті, 2 ай түсті, 12 ай түсті деген сияқты. Сол кезде қалай болады деді да. Қараймын, бір ондай өз-өзіме бір жиіркенішті болып бастадым. Мына жерде эмоция да, тақ ете қаламын. Не үшін деймін, оказывается, Тайыр қай кезде красавчик? Тайыр тек қана пахат етіп, күнделікті 12 сағат жұмыс істеп жүрсе, таңнан кешке дейін тынбаса деген сияқты идея болды да. Бірақ сен таңнан кешке дейін тынбай үлкен ақша табу мүмкін емес. Еңбек керек, бірақ еңбек негізгі фактор емес те. Үлкен сауда жасау. Өйткені ол жерде маркетинг керек, ол жерде ойлану керек, ол жерде үлкен адамдарды, мықты мамандарды алу керек, ол жерде HR бар, көп қой енді ол жерде негізгі атрибуттар. Бірақ таңнан кешке сен отырып алып зергерлік жасай берсең, точно 100 миллион ақша таппайсың. Бұл жердегі осыған айтқым келіп жатқан, біз нені қаласақ, сол біздің сынағымызға айналып кетеді көбінесе. Өзіңізге бір сумма қою, сол бір кедергі болып жатқан жоқ па? Сіздің оборот көтеру деген нәрсе бір өзіңе бір сынақ қылып алған жоқсың ба? Жеңіл формада. Мен мысалы YouTube'да айтайыншы. Сіз сұрадыңыз ғой, YouTube не үшін жасап жатсыз деген сияқты. Мен өзіме 3 айға цель қойдым. 3 айдағы цель 1000 подписчик, 4000 сағат жасау. Бұл вообще пофиг. Қанша видео түсірем. Сөйтіп балалардан сұрадым, балалар айтты маған, "Тәке, видео түсіре беріңіз. 3 айда 30 видео түсірсең красавчиксің" деді. 3 айда мен 180 видео түсіргенмін ғой. Кеше балалар айтты, "Тәке, бұл тоқтат" деп жатыр. "Мәке, остановись" деп жатыр ғой. Уже слишком перебор болып жатыр дейді. Қатты кетіп жатсыз дейді да. Жәнегіше скорость үйтіп кете қалдым, шынымен де сол цельға жеттім да. И мен андай цельға жету үшін мен мынаны жасауым керек, мынаны істеймін деген нәрсе болған жоқ болды. Мен тек қана бұл процесспен қызық. Подкаст аламын, менің ойымша деген рубрикаларым бар осы жерде және. Түрлі нәрселер тестілей бердім да. Мүмкін сізге де қазір процессқа ғана көңіл бөле салу керек пе деп жатырмын да. Қалай ойлайсыз? Оборот, второстепенный болып қалады да. 10 миллион красавчик Самат. 100 миллион красавчик Самат. 5 миллион тоже красавчик. Айта аласыз ба сөйтіп өзіңіз? Оны айта аламын, наверное, айта аламын. Если бағанағы нәрсе ғой, мойындауға келеді ғой негізі. Мойындаған кезде. Өйткені мен мысалға 10 миллион оборот жасап жүрген Саматты мен елестете алмай қалам да. Оны мен елестете алмаймын, содан кейін мен қабылдай алмаймын оны. Қабылдамағаннан кейін, если 10 миллион оборот болса, мен красавчик бола алмаймын ғой жерде. Өйткені менің қалауым басқа еді ғой. Сосын қалауыңа байланысты реальность соған келмеген кезде біз істейміз, жаңағыдай уже разочарование пайда болады. Соғыча мен Тайырдың формасын көріп тұрмын да, просто мына жерде. Жұмыс істемеген Тайыр, беспонтовый Тайыр деген сияқты ғой. Және негізі мен Алла Тағала мен жаратқан кезде табиғатымен идеальный қылып жаратты ғой, адам қылып жаратты. Мысалы миллиардтаған, миллиондаған басқа да нелердің қасында мен шықтым ғой негізі өмірге. Соның өзі маған негізі жеткілікті ғой нормальный өмір сүруіме. Адам ретінде. И менің 100 миллион тапқаным или таппағаным ол второстепенный әңгіме ғой деймін да. Негізі тәке мынандай нәрсені байқадымша, мен мысалға менде разбор жасаймыз, басқа қыламыз ғой, менторство мен разбордың разницасы қатты емес қой негізі. Білесіз, просто менторство мен разбордың разницасы разборда тура сол менторстводағыдай болады, примерно қателерін қарайсың, көресің, табасың, жол көрсетесің. А менторствода сен соны қасында жүріп істетесің. Солай ғой. Разбор жасаған уақытта біз мысалға барлығын біздің, то есть эмоциясыз айтамыз ғой барлығын. Қарайсың, так, мынау минусы, оның ататын жері мынау, рычагы мынау. Все, короче, мынаған ұр дейсің болды. Солай ғой. Ол ұрама, ұрмайма уже өзінің жеке проблемасы болып қалады. Ол ұрмауы да мүмкін. Не үшін өйткені ұратын болса, до этого ол ұратын еді. Оның түсінігінен тыс нәрсе болып тұрғаннан кейін ұрмайды. Біз оны қалай спокойно айта аламыз, себебі бізде эмоция жоқ. Біз оның несінде емеспіз да, кожасында емеспіз. Содан кейін біз без эмоция айта аламыз. Ең қиыны сол екен да. Сен өзіңнің кожаңдасың ғой, бағанағы эмоциялардың барлығын өзің проживать ете аласың да. И сол моментте жасау қиын. Себебі жасамауға басқа эмоциялар саған кедергі нетіп жатыр да. Жасамауға көмектесіп жатыр былай айтқанда. Сондықтан мен түсіндім, бірақ жасауға келген кезде сол тормоз етеміз ғой біз, 100 миллион тапқандағы сәт. Соны бір описать етіп бересіз ба? Қандай бір әрекет жасадыңыз? Не болды сол кезде? Сіз қазір сұрақ қойдыңыз, мен өзім бір момент ловить етіп алдым да өзіме ше. Менде ол кезде негізі ментор болды ғой. Мен мысалға Қуаныш мырза мен жеке жұмыс жасап жатқан кез болған.
ол кісі сенің эмоцияңа қарамайды ғой, анау мынау дегізбейді. Айтады, айтқан нәрсені істеу керексің, істемесең сау бол қарағым. Әрекет сол болды. Менде үлкен бір әрекет болған жоқ негізі ол кезде ше. Шыны керек, бір мысалға қазіргі жасап жатқан әрекеттің ояқ бұяғандағы нәрсе ғой. Ол кезде де жасаған сол болған. Кішкене кіріп көрейікші. Маркетингке кіріп көрейік. Қалай болды? Мен мысалға қазір көп адамдар разбор жасаған кезде де осы разборға келген адам, маған разборға келетін адамдар менің бұрынғы жасаған қателерімдегі тұрған адамдар ғой негізі. Көбісі плюс-минус көбісінің қателері бір негізі ше бизнесте. Менде қалай болады? Сол моментте барлығы нормально, бірақ не үшін екенін білмеймін. Рекламаға ақшаны аз саламыз да. Вроде жаңағы конверсия нормально, цена лида нормально, барлығы жақсы келіп жатыр. Бірақ сондай кезде біз мысалы маркетингке көп ақша салудың орнына біз бір қалыпты, спокойно жаңағы стабильностьті таңдадық. Жүре бердік. Біз ол жақта қандай әрекет өзгерттік? Тек қана келетін потоктың несін көбейттік. Сол цифраны көбейттік та. То есть біз рекламаға 3 есе ақша жұмсадық бұрынғыдан қарағанда. Қанша? 10 миллионға шейін кетті. Рекламаға 10 миллион. Иә. Кімге құрттық 10 миллион? Ол блогерлар бар. Чисто, короче, блогерлар бар, әншілер бар и таргет бар. Сол блогерларға, әншілерге қанша кетті? Примерно айтатын болсақ, 0,0 цифраны білмеймін, но примерно айтатын болсақ, где-то бір 3 миллиондай ма или 4 миллиондай біз таза блогерларға жіберетінбіз. Қалғаны таргетинг реклама. Сол кездерде мысалға Қазақстандағы мен деген әншілері болсын, актері болсын, блогерлары болсын, барлығында рекламада жүрдік та. Прям одновременно анау да реклама жасап жатады, мынау да реклама жасап, прям везде. И ол бізге жақсы көмектесті, сол кездерде біз жақсы атқан болатынбыз. Қазір бүгінгі күні Джебелюкс компаниясы қанша енді бюджет құрды? Қазіргі таңда примерно жобамен бір 4 миллионның көлемінде. 3 есе азайған. 3 есе азайған. Оборот 3 есе азайған шығар? Оборот одан да аз. Оборот 5 есе азайды ма? Жоқ, 5 есе емес, енді примерно қазір айтатын болсақ. Сол, иә, 3 есе ол как раз, иә. Басқа қандай әрекеттер болды? Сол кезде ма? Маркетинг 10 миллион ақша құрттық. Мен командада болдым. Ментор болды. Ментор болды екінші. Мен всегда командада болдым. Командный игрок болдым. Командада болдым 3, плюс еще менде заинтересованность көбірек болды. Ол да негізі ключевой момент. Себебі бізде цель болды. И цельге жетпесе күнде, короче, давай, что там, не болды, не үшін. И біз всегда командаға игра задавать ететінбіз. Давай, короче, былай болды. Неше түрлі ойындар болатын ше. Отдел продажға байланысты. Бізде мысалы ключевой отдел продаж ғой негізі. Қанша адам істейтін ол кезде отдел продажда? 15-ке жуық адам істейді. Қазір так, 5. Отдел продаж. Бәрі сол 3 есе келетірген ғой бәрі. 3 есе азайып. Иә. Сол кезде мысалға даже мынандай ойын болатын да. Кім апталық планды жабады бірінші болып, сол менің кресломды алып отырады. Енді отдел продаж қарапайым столда отырады ғой. Иә, маған Шымкентке барып жасаған екенсіз. Иә. Тегін барып. Ол эмоция ғой, көрдіңіз ба? Командаға үлкен бір, көбінесе біз мотивация дегеніміз үлкен бір сумма бірдеңе айта береміз ғой. Ана басқа аяз кәсіпкерлер хотя бір апта машинасын береді. Сіз креслоңызды беріп қойды екенсіз, тегін барып. Мысалға кресло бердік, оның өзі кәдімгідей андай торжественно нетіп ше, объявлять етіп, бір апталық планды жапқан, мысалға осындай кісі, бір апталық план жапқан осындай кісі, осындай сумма, біздің, короче, сыйлықты осы кісі алады деп шапалақпен, как положено еткен уақытта, ана жақта шоу болады кәдімгідей ше, анау өзін кәдімгідей сезінеді да. Ол мықты не береді, направление береді ше. Сол моментте сондай болатын, плюс еще біз жаңа лотерея ойнататынбыз, кішігірім. Лотерея дегенде қалай? Бір мысалы продаж жасайды, бір продаж жасайды. Мотивациялар ғой енді. Мотивациялар, иә, неше түрлі мотивациялар. Open мотивациялар. Иә. Жаңағыдай кішігірім шоколад ойнатамыз, бірдеңке қыламыз, гүл береміз, подарок береміз, басқа қыламыз. Ол кәдімгідей заинтересованность болды да, бізде отдел продаж кәдімгідей қайнайды мына жақта ше. Қызметкерлер, мен даже сториста саламын ғой. Қызметкерлер сағат 11-12 біз қалыңдар деп ешкімге айтпайтынбыз, олар өздері отырып сияқты жұмыс жасай беретін. Сондай моменттер болды, бізде аура создавать ете алдық та сол кезде. Анау бірін-бірлеріне бауыр болып кеткен ғой барлығы.
постоянно жаңағыдай бір туған күні болса ой шу барлығы барып құттықтайды, киноға барады, барлығы бірге киноға барады, андай бөлінбейді вообще. Полный командамен кәдімгідей бір ұйым болып жүретін постоянно. Штатта қанша адам бар еді? Ол кезде 50 болатын. Қазір? Шетек айтайық па? 15 ба? Жоқ, 15 емес. Қазір 17 десеңші. Где-то 30-ға жуық адам бар қазір. 30-ға жуық адам бар. Мақсат, қандай өзіңіздің бір ішкі мақсаттар? Саматтың қандай бір арманы, мақсаты бар биылғы жылға? Кәсіптен басқа енді менде мақсат бар, үй салу деген. Үй салу деген менің өзімнің негізгі салам дизайн интерьер ғой негіз. Үйдің ішкі дизайны. Өзімнің бір проектім бар басымда. Мынандай болса деген сияқты. Сол проектім бойынша үй салу. Сосын үйлену. Ол да бір мақсат. Бар ма адам? Адам бар. Бар ма адам деген қалай? Жоқ болса YouTube айтайын деген ғой. Самат мырза, оборот не істеп отырсыздар? Адам бар. Сол негізгі өмірлік мақсаттар қазіргі қойған. Енді бәрі айтады ғой, үйленсең ойбай, сұмдық болады, анау болады, мынау болады, мотивация болады бірдеңке деп. Көрейік енді. Негізі айтпасам, надоел болып кетті әңгіме. Қашан үйленесің деген. Надоел болатындай болған сияқты деген негізі. Былай ойлап қарасақ, кейбіреулері әйтеуір әңгіме үшін, айту үшін айта салады да. Жаны ашып емес дейсіз ғой. Көбісі түсінбейді да, сен не үшін үйленбей жүрсің мысалға деген сияқты. Түсінетін оны тек қана жақын адамдар ғой негізі. Көбісі түсінбейді, тұрып айта береді. Енді айтқан сайын сен қырсыға бересің ба, сондай бірдеңе өтеді. Позиция түсіп па? Қойшы деп шанда үйленбеймін деген сияқты, не істеп аласың деген сияқты. Жоқ, оның пайдасы зияны да жеке өзің үшін ғой негізі. Бірақ көбінесе айтарым, мен үйленбей жүрген адамдардың негізі состояниесін білемін да. Үйленгісі келмей жүрген жоқ олар негізі. Значит, бір мәселе бар. Егер де шынымен де жаның ашса, барып сұрасайшы, не мәселе болды? Мен саған қалай көмектесе аламын? Если олай істей алмайсың ба, онда олай айтуың қажет жоқ деп ойлаймын негізі. Иә. Себебі ол тиеді ол адамға. По-любому тиеді. Сондықтан үйленбей жүрген адамдар вместе деп қойсаңызшы. Я за вас. Алла бір өзіңізге сүйікті еткен, берекелі жар бұйыртсын. Алла қаласа. Биылғы жыл тойыңызға барайық. Болды. Дүркіретеміз енді. Тойыңызға барып. Біз енді мынау бүгінгі подкаст өзіме ұнады. Душевный болып жатыр. Сұрақтары да шынайы болып жатыр. Көптеген іштегі жатқан нәрселерді айттыңыз ғой. Мен жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді ғой мысалы. Мен өзіме жетіп жатыр. Енді мынау YouTube-тың да кейбір заңдылықтарын орындауымыз керек қой. Сол әртүрлі ойындар ойнатамыз. Мен бастапқы 10-шы подкаст па сондай примерно. Кітаптарымды көп ойнатып кеттім да, бір кітабымда қадір кетпесінші деп отырмын. Мен ұсынбаймын, келген адамдар өздері не ойнатасыздар десем, так оны сізден кітап ала салайық дейді да. Жарайды деп мен көне саламын да, 10 кітап ойнатайын, 20 кітап ойнатайын деп. Соған ойлап тұрмын. Сіздікі енді күміс, алтын бұйым болғандықтан бір сондай бір зат берсек қалай қарайсыз? Жақсы. Не ұсына аласыз? Біз енді бағана айттыңыз ғой, қандай хит товарлар бар деген кезде, білезік, не үшін білезік? Себебі білезік аналарымызға, апаларымызға, үлкен кісілерге именно сол кісілер біздің махаббатымызға лайықты деп ойлаймын. Сондықтан, то есть қазір біз көрермендер жас болса да, үлкен болса да, кім ұтып алса да, жаңағы өзінің лайықты адамына, аналарына апарып сыйлық бере алады деп ойлаймын. Күміс па? Күмістен. Алтын ба? Білезік сыйласақ, күміс әдем болады. Күміс әдем ба? Күміс ұнап тұр ма? Күміс ұнап тұр ма? Жақсы, шартын айта кетіңіз онда. Онда шарт енді каналсыздікі болғаннан кейін шартты өзіңіз айтсаңыз. Бүйтсін, мына бүгінгі екеуміздің сұхбатымыздан Самат мырзаның өзінің бөлісіп жатқан тәжірибесінен не алдыңыз? Бір сөйлеммен жазсаңыз да болады, не алғаныңыз. Және Самат Живолюкс парақшасын, және Тайры Нұғман парақшасын Инстаграмға белгілесе, сол жақтан біз қараймыз, көреміз, кімдікі ұнады. Көріп, таңдап, Самат мырза бізге беріп жібереді. Біз өзіміз сыйлай берсек болатын шығар, сыйлығын береді, бізде Динара ханым таңдап, сіздерге қуантатын боламыз. Достар, сіздер бізге лайк басып, дизлайк басып, комментарий жазып, келісесіздер ме, келіспейсіздер ме,
ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер, өйткені маған өте маңызды. Және осы YouTube арнамды бөлісе жүріңіздер, өйткені біз сіздердің қолдауларыңызға мұқтажбыз. Сіздер бөліскен сайын бізді көп адам көреді, бізде көп адам көрген сайын біздің мотивациямыз оянады. Осындай сіздерге қызықты көрермендерді сұхбаттарды шығарып тұратын боламыз. Сәке, сізге рахмет, Алла разы болсын. Кәсібіңізге береке тілеймін. G-Volux компаниясы ойлаған межеңізден де үлкен жетістікке жете берсін. Тез депрессиядан шығыңыз.